Ораза ұстаған адам осы Рамазан айында жаңағы айтып жатырсыз, көп нәрседен тыйылу, өзін тәрбиелеу, жақсылау. Сонда мынандай мәселелер бар да, көздің оразасы, құлақтың оразасы дейді. Сонда ол көрмей, естімей, өзін тым тиіп ұстау деген мағынада ма? Қалай сол? Соны ашып берсеңіз. Оразада Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde var. Oraza kelgende бүкіл жәннаттың есігі ашылады, дозақтардың есігі жабылады. Шайтанның аяғына кісен салынады дейді. Енді ораза табиғи тазалану ғана емес, рухи тазалануды айттық. Бүкіл жәннаттың есігі ашылған болса, дозақтардың есігі жабылған болса, шайтанның аяғына кісен салынған болса, бұл адамның нәпсісін әлсіретіп, рухын көтерген болса, яғни ораза айында адамның нәпсісі әлсірейді, рухы көбейеді, рухы көтеріледі. Ал басқа айларда, басқа күндерде нәпсі көтеріледі, рух төмендейді. Яғни бұл қасиеттілігі рухтың биіктеуі, нәпсінің төмендеуі. Яғни жәннатқа баратын амалдардың барлығын осы айда рухтың талабымен сондай бір жақсы амалдарды барынша істеуге иншалла әрекет қылады. Яғни осыған орай бұл тек қана мен Аллахтың халал еткен нәрсесінен ғана тыйылмастан, харам еткен нәрселерді тыйылу арқылы халал еткен нәрселерінен де тыйылып жатыр. Аллахтың харам нәрсесінен емес, халал еткен нәрсесінен тыйылу. Яғни ішуден, жеуден, күндізі. Сол сияқты адам азаннан кешке дейін тамақтан тыйылған тәрізді бүкіл жаман қылықтардан да өзін тыю. Сосын көздің оразасы. Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтты: құлшылықтағы көздеріңіздің құлшылықтағы хаққысын беріңіздер деді. Сонда сахабалар сұрады: я Расулалла, көздің құлшылықтағы хаққысы не деді? Сонда Құранды ашып, көздеріңмен бір жүгіртіп оқып өтіңдер деді. Бұлай оқымасаңдар да көздерімен жүгіртіп өтіңдер. Яғни көздегі ғибадаттың хаққысын беріңдер деді. Яғни көзіңді жаман нәрседен сақта. Көзіңді ғибадатта істе. Ғибадатта болсын көзің. Яғни бұл ораза, көзіңмен ораза ұстау. Көзің бүкіл Алла халал еткен нәрсесін істеу, харам еткен нәрсесін тыю. Мына құлақтың соны істәріз. Құлақтың оразасы. Жаман нәрсені естіме. Жақсы нәрсені естуге. Өсек ғибаттан аулақ бол. Біреуді жаңағы жамандау мәселесі болады. Өсек, ғибат, өтірік деген мәселелерді естуден аулақ бол, бойыңды аулақ ұста. Ораза деген сөз, соны аулақ ұстау өзін, сондай нәрселерден. Яғни құлақтың оразасы. Бүкіл қолыңды жаман нәрседен, аяғыңмен, яғни Аллахумма сабит қадам ала сираты мұстақим. Алла осы аяқтарымен жақсы жолдарда жүргіз. Жақсы дұрыс өзін көрсеткен жолдарды көрсеткен тура жолында жүруге Алла нәсіп ет деп, мына аяғымызбен, қолымызбен, бүкіл денемізбен, тәнімізбен, жанымызбен ораза ұстасақ, Аллах Тағала шынайы салихалардың дәрежесіндегі тұтқан оразасын сауабын береді. Жалпы адамдардың емес. Кейбір адамдар жаңағы таңертең сәресін ішіп алып, бірінші кездескенмен өсек айтып, екінші кездескенмен өсек тыңдап, біреуді жамандап, өсек өтірігінен тоқтай алмай, кешке таман соны аулашарда разборка жасап, талқылап отыратын болса, аш қалғаннан басқа ештеңесі қалмайды. Ол жақсы тамақтан ғана тыйылдық, болды. Әйтеуір кешке дейін аман есен жетіп алсақ болды, шыдап деген ниет қана. Көрдіңіз бе? Ал енді салихалардың сонда дәрежедегі оразалы болды, қой, мен жаман нәрседен естімейін, жаман нәрсе айтпайын, жаман нәрсені көрмейін, жаман жерге бармайын деп, бүкіл денесімен, рухымен, толық сипатымен ораза ұстайды. Бұлардың сауабы ұлы екендігін білу керек. Ал егер осы сипаттардан сәл айырылса, бағанағы жай адамдан оразасының дәрежесіне түсіп қалудың хикметі осы. Сондықтан ораза денсаулыққа пайдалы екен ғой, мен денсаулығымды түзелеу үшін ораза ұстайын деген ниеті болса, ол ораза болмайды. Басқадан тыйылмаса дейсіз ғой. Иә, өйткені оразада ниеттену керек, бұл құлшылық. Аллах саған бұйырды, оразасын Аллах бұйырғандығы үшін ұстайды. Ал оның жаңағы пайдалы хикметтері өте көп. Сол көп хикметтердің ішіндегі біреуіне ниет етпеңіз, жалпы Аллах бұйырды деп ниет еттіңіз. Оның ішіндегі нығметтің бәрі сол ниетіңізге қарап, сол істеген амалыңызға қарап барлық нәрсені өзі береді нығметті.
Аллахтың оразада жаңағы беретін нағметі өте шексіз, өте кең, өте ұлық. Яғни бұны сезінген қалды. Яғни Аллах тек қана тамақтан ғана тыйыл демеді, бүкіл жаман қасиетті, атаулы қасиетті нәрселерден, жаман атаулы нәрселердің бәрінен тыйылды бұйырған деп соған не қылу керек? Лааллакум таттақун, егер тақуалық етсеңдер, қорғансаңдар демектің мағынасы сол. Яғни оразада тақуалық аса қажет. Аса қажет. Тақуалықсыз ораза өте ауыр. Рахмет сізге, түсінікті.